Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Ұйғыр мәдениетінің алтын шаңырағы, әлемдегі жалғыз кәсіби театр, Құдыс Қожамияров атындағы республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрына қош келдіңіздер. Сценарий бойынша Дуғыл Шапалақ қошемет. Бүгін бізде Торқалы той ұйғыр өнерінің киелі шаңырағына бүгін 90 жыл толып отыр. Assalamu alaikum, hürmetlik mihmallah. Dünyadaki yalğız teatr, Құдыс Қожамияров namıdaki Cumhuriyetlik Devlet Akademiyalik Uyghur Muzikалық Komediya Teatri 90 yaşqı toldu. Hem mыңланы kızgın tebriklep oldurup, hoş kepsile demekçimiz. Құрметті қонақтар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Қадірлі меймандар, Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдық мерекесіне орай Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқу үшін Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Әзілханов Марат Алмасұлын сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз болсын ағайын, мәрхәмет алқышладым болсын. Марат Алмасұлы, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Армысыз қадірменді қауым, құрметті бауырлар, жаңа айтылғандай, мемлекет басшысының құттықтауын жария етуге рұқсат етіңіздер. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите огласить поздравление главы государства. Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының ұжымына. Құрметті достар, сіздерді Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының ашылғанына 90 жыл толуымен құттықтаймын. Бұл өнер сүйер қауым үшін айтулы белес. Ғасырға жуық тарихы бар мәдениет ошағы руханият өлкесінде өз қолтаңбасын қалыптастырды. Мұндай талай сахна саңлағының бағы ашылды. Осы салиқалы сабақтастық лайықты жалғасын тауып келеді. Бүгінде өнер ұжымы Қазақстанның және әлемнің танымал драматургтерінің көрнекті шығармаларын көрерменге ұсынып, қалың елдің ықыласына бөленді.
жалпы ұлттық бірлік идеясына негізделген бірегей құндылықтарды жан-жақты дәріптеу жолындағы еселі еңбектеріңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Әрдайым мәртебелеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық шабыт және толайым табыс тілеймін. Ізгі тілекпен, Қасым-Жомарт Тоқаев. Бәрекелді, рахмет. Өзімнің сөзімде толықтыра кетсем, қадірменді достар, сіздерді 90 жыл толған мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің іргелі рухани орталықтарының бірі ретінде жасампаз халқымыздың және жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, тарихи сананы жаңғыртып, өнерді өрге сүйреп келе жатқан бұл театрдың отандық мәдениеттің мәйі жаюына қосқан үлесі қомақты деп бәріміз білеміз. Hürmetlik Gülmurat Nurahmetұлы, театр коллективі, достар, сіздеріне Құдыс Қожамияров Намедеки Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдық тәвәллүді білән тәбрәкләш менің үшін зор, чоң hürmet. Юбилейіміз мүбәрәк болсын. Большая гордость, что единственный в мире профессиональный театр уйгурского народа с огромными культурными и творческими традициями празднует великолепный юбилей. И этот юбилей празднуется именно в Казахстане. Именно здесь, на этой театральной сцене, осознаешь всю глубину и правдивость слов великого Уильяма Шекспира «Вся жизнь – театр, а люди в нем – актеры». Биография уйгурского театра – это сама по себе великая история, достойная самого пристального уважения и внимания. Она включила в себя перипетии непростого 20 века, отразилась на судьбах людей, уйгурской культуры, творчестве драматургов и актеров. История уйгурского театра – это часть нашей общей истории уйгуров, казахов, других этносов, которую наши предки пережили вместе и которая лежит в основе нашего единства. Об этом мы должны помнить всегда. Отмечая 90-летний юбилей театра, с благодарностью вспоминаем о тех, кто в начале 20-х годов прошлого века в смутное время гражданских войн, голода, всеобщей нестабильности стоял у истоков уйгурского театрального искусства и драматургии в Казахстане. Символично, что с 1918 года в Алмате работали первые театральные кружки. Ставились пьесы, сатирическая комедия «Мансап Параст» известного общественного деятеля Абдулыру Зубакиева, пьеса «Садыр Хонрук» татарского писателя и поэта Зарифа Башири, а также пьеса Абдусемятова, Имашева Ганиева «Назугум». Мы отдаем долг исторической памяти и признательности знаменитому композитору Латифу Хамиди, который в рамках всесоюзного театрального движения агитационно-эстрадных творческих коллективов «Синеблузочников», его казахстанском варианте «Коккойнакликляр» развивал уйгурское театральное искусство. Уйгурская драматическая труппа с мая 1930 года действовала в Жаркенте, были и другие коллективы в других населенных пунктах. Поэтому создание в 1934 году, 90 лет назад, первого профессионального уйгурского театра стало логичным шагом большого пути уйгурских энтузиастов, представителей творческой интеллигенции и художественной культуры.
24 сентября 1934 года новый театр заявил о себе постановкой музыкальной драмы Джалала Асимова и Абдулхая Садирова «Анархан», поставленной под руководством режиссера Ибрагимова. Это первая пьеса. Давайте поаплодируем. Это событие стало своего рода подвигом во имя культуры и прогресса в стране, которая только что пережила невиданный в истории голод, массовые политические репрессии, колоссальные человеческие жертвы. Настоящие подвижники уйгурской культуры стали в истории Казахстана уроком нравственности, гражданского долга и беззаветного служения своей родине. Их имена можно перечислять долго. Это Жалал Асимов, Халича Илиева, Асхаржан Акбаров, Ризвангуль Тохтанова, Ахмед Супиев, Тохтахун Бахтыбаев. Высокое звание народных артистов Казахской ССР получили Ахмед Шамиев, Салима Саттарова, Марьям Семятова, Рушангуль Илахунова, Махпир Бакиев. Особое место, конечно, занимает Куддус Кужамьяров, народный артист СССР и Казахской ССР, лауреат премии СССР и Казахской ССР, имя которого сегодня высоко несет наш уйгурский театр. Хотел бы, конечно, сегодня перечислить всех достойных представителей уйгурской театральной культуры. И я, конечно, прошу прощения, если не назову кого-либо из плеяды выдающихся артистов, драматургов, режиссеров. Сменилось очень много поколений здесь, но все они, мы знаем, достойны того, чтобы их имена мы помнили всегда. Именно они обеспечили сохранение творческого начала и преемственность поколений в течение долгих 20 лет, когда уйгурский театр с начала войны и до 1961 года находился и работал в селе Шелек в областном театре. В то время принадлежность к театральному искусству не приносила высоких преференций. Но именно в это время был заложен тот потенциал, который привел к расцвету уйгурского театрального искусства в Казахстане. С 1961 года и до наших дней город Алматы стал благословенной колыбелью уйгурской культуры, в центре которой находится наш театр. Его творческие успехи еще в советское время отмечены орденом «Знак почета» за достигнутые творческие успехи. В это время на сцене театра были представлены спектакли по мотивам произведений уйгурских авторов Лутпула и Буря, Хизмета Абдулина, «Рожденные не умирают», «Тайны Мукамов» и «Дихкани» Ахмеджана Аширова. В 1974 году в театре под руководством Мурата Ахмадиева создан «Виа Яшлык», творчество которого стало широко известным за пределами нашей страны. Славу и признание театру принесло творчество заслуженных ветеранов культуры. Назову лишь некоторые имена. Махпир Бакиев я уже называл, Зинат Акбарова, Курван Абдрасулов, Раушангул Илахунова, я уже про нее тоже говорил, и многие другие. Они, их творчество и сегодня составляет бесценное наследие сокровищницы духовной культуры нашей страны. За годы независимости Казахстана уйгурское театральное искусство и уйгурский театр продолжают сохранять и развивать свои лучшие традиции. Но что самое важное, он обрел новые качества, сделавшие творчество коллектива театра актуальным, современным, значимым, а его роль все более возрастающей. Во-первых, высоко поднялся статус театра как культурного учреждения страны. Уже дважды здания и сцена театра пережили глубокую реконструкцию, обрели современный облик и оборудование, позволяющее создавать культурный продукт, отвечающий требованиям времени. Государство уделяет самое большое внимание театру, его ремонту, реконструкции и так далее. В 2005 году, в канун 70-летнего юбилея, театр закономерно получил имя выдающегося композитора, народного артиста, лауреата премий, профессора Куддуса Кужамьярова.
В 2016 году, в честь 25-летия независимости нашей страны, Уйгурский театр заслуженно был удостоен звания академический. Это высокое звание. Все это этапы развития не только уйгурского театра, но и вехи роста уйгурской культуры, заслуга всех сидящих в этом зале. Особенно также хотел бы отметить Нурбуви Маметову, Гульвиру Разиеву. Большой вклад в развитие театра внесли Виктор Дьяков, Сергей Башаян, Икрам Масимов, Пайзрахман Ибрагимов, Ахмеджан Кадыров, Нурбуви Сабирова, я уже говорил, Азербайджан Мамбетов. Во-вторых, уйгурский театр стал настоящей лабораторией дружбы народа Казахстана. На этих театральных подмостках широко представлены герои и образы из произведений казахской классики. Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Абдильдет Ажбаева, Куандыка Шангытбаева. В постановках театра огромную роль сыграли народные артисты Байтен Амаров, Маман Байсеркенов, Хадыр Жетписпаев, Гульнара Саитова, заслуженные деятели Казахстана Ялкунжан Шамиев, Аубакир Ракимов, Азиз Искандаров, Мухит Изимов. Сегодня в вашем театре идут многочисленные постановки авторов, представителей разных этносов. И театр последовательно реализует принцип «наше единство в многообразии», укрепляя прочными нитями культуры наше всенародное единство. В этом большое значение театра. В-третьих, уйгурский театр был и остается важным центром сборки уйгурского этноса Казахстана, консолидирующую общественную роль, которую трудно переоценить. Ни для кого не секрет, что уйгурский театр выполняет роль своеобразного дома дружбы, представляя свои стены не только для уйгурских, но и других этнокультурных объединений. Своего рода комьюнити-центр. И эта роль будет только возрастать. И в-четвертых, самое главное, уйгурский театр уверенно смотрит вперед и смело идет навстречу своему, без сомнения, блистательному будущему. Залогом этого являются все 4 творческих коллектива театра: драм-группа, фольклорный ансамбль «Нова», ансамбль танца «Рухсара», молодежный эстрадный ансамбль «Сада», весь коллектив театра, все этнокультурные объединения уйгуров Казахстана. Мы все должны помогать и беречь эту жемчужину нашей общей культуры. Свое 90-летие уйгурский театр встречает молодым и мудрым, задорным и энергичным, органично сочетая опыт и устремленность к новому. Пожелаем все вместе успехов коллективу театра, новых творческих побед. Константин Сергеевич Станиславский айтқандай, үй бір-бір кіріштен өрледі, ал рөл кішкентай әрекеттермен жинақталады. Дом кладут по кирпичу, а роли складываются по маленьким действиям. Бүкіл ұжымға, бүкіл қауымға денсаулық, амандық, ұзақ жылдар бойы шығармашылық табыстар тілеймін. Әр кішкентай рөлдеріңіз жоғары өрлеп жинақтала берсін. Әрдайым отбасыларыңызда амандық болсын, жүздеріңіз жарқын, мерелеріңіз үстем болсын. Назарларыңызға рахмет. Марат Алмасұлы, келген қадамыңызға мың алғыс білдіреміз. Олай болса, марапаттау рәсіміне кезек берсек. Алғышладым болсын, мәрхәмәт. Қазақстан халқы ассамблеясының алғыс төс белгісімен марапаттауға біздің сахна төрімізге Тоқаев Әлімжан Ахметжанұлын шақырамыз, театрдың бас дирижері. Қошеметтен қолдап отырайық. Театрымыздың баш режиссері Алымжан Тоқаев мұкапатлынды алғышладым болсын, Михмалла. Құтты болсын, аға. Бәрекелді. Әрі қарай жалғастырайық. Тоқтыбакиев Қайратжан Құрбанұлы, драма әртісі. Қошемет. Драма трупси
Театрымыздың актері Тоқтыбакиев Ғайретжан. Мұкаптыңыз мұбарек болсын. Марапатыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Әрі қарай жалғастырайық. Мусаев Рустам Құрбанжанұлы, қоюшы суретші. Театрымыздың қойғычы суретшісі Мусаев Рустам. Мұкаптыңыз мұбарек болсын. Марапатыңыз құтты болсын. Рахмет. Қазақстан халқы ассамблеясының грамотасымен марапаттауға біздің сахна төрімізге Канафин Фархатбек Аманжолұлы мырзаны шақырамыз, Ұйғыр театрының көркемдік жетекшісі. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрі қарай жалғастырайық. Садықова Гүлниса Тлебалдықызы, труппа меңгерушісі. Қошемет. Біздің ханымдарға гүл шоғы. Біздің сахна төрімізге Жамбакиев Дилмурат Акимжанұлы шақырамыз, қоюшы режиссер. Марапат құтты болсын. Аманбаев Дилшат Амирдинұлы, драма әртісі. Театрымыздың драма артисті Дилшат Аманбаев. Мұкапат мұбарек болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Тұрсынова Гүлнарам Ниязджан қызы, балет әртісі. Марапат құтты болсын. Изимов Тұрған Ивизұлы, драма әртісі. Шын жүректен құттықтаймыз аға. Розахунова Луиза Нурахун қызы, солист әнші. Марат Алмасұлы, бүгінгі тойымызға ортақ болып келгеніңіз үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Көптен көп рахмет сізге. аға. Мереке құтты болсын. Hürmetlik mihmallar, әнді Uyghur театрының hayat davanlarını yoritqichi qisqa hujjatlik filmni tomosha qilayli. Marhamat, diqqatimiz ekranda bo'lsin. Театрдың тарихи тұрғыдан қалыптасып, даму, өркендеу жолы әрбір ұлттың, әрбір халықтың өмір тұрмысымен, олардың өткен тарихымен және ұлттық мәдениетімен тығыз байланысты. Театр өнері қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады. 1934 жылы Алматыда кәсіби ұйғыр театры ашылған күннен бастап, халқымыздың тарихын, мәдениетін, тілі мен әдет-ғұрпын көрермендерге паш етіп келе жатқан руханият деңгегі болып табылады. Ұйғыр театрының шымылдығы Жалал Асимов пен Абдулхай Садыровтың Анархан трагедиясымен ашылды. Ұйғыр театры өзінің даму жолында қиын да күрделі кезеңдерді бастан кешірді.
бір қатар әртістеріміз өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы зұлмат кезеңде қуғын сүргінге ұшырады. Сонымен қатар театрымыздан 57 өнерпаз екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда қолына қару алып майданға аттанды. Олардың басым көпшілігі соғыста оққа ұшып, біразы мүгедек болып оралды. Сол бір сұрапыл, барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін деген кезеңде әйел өнерпаздарымыз сахнада ерлер рөлін сомдап, театрымызды сақтап қалуға бар күштерін жұмсады. Соғыс басталғанда ұйғыр театры Алматы облысының Шелек ауылына көшіріліп, 1961 жылы Алматыға қайта көшірілді. Театрдың 60-70 жылдарындағы репертуарлық қоры мазмұн байлығымен, әрі оған енген шығармалардың әр алуандығымен ерекшеленді. 1967 жылдан бастап театрымыз ұйғыр музыкалық комедия театры деп аталды. Мың 1984 жылы ұйғыр театры құрмет белгісі орденімен марапатталды. 1994-2002 жылдары аралығында ұйғыр театр ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Театр ұжымының қаншама буыны армандап кеткен бұл ғимарат Қазақстан Республикасы үкіметі мен Мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан қолдау нәтижесінде қайта қалпына келтіріліп, құрылыс жұмыстары сәтті аяқталды. Театр ұжымында драма труппасынан бөлек халықаралық фестивальдардың лауреаты Нава фольклор ансамблі, Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты Яшылық эстрада ансамблі. Сада жастар эстрада және Рухсара би ансамбльдері көрермендердің көзайымына айналды. 90 жылда театр репертуары жаңа қойылымдармен молая түсті. Кәсіби театрымыз ұлттық драматургиямен қатар, бауырлас түрки халықтары мен әлемдік драматургия алыптарының шығармаларын сахналау арқылы сол халықтардың өзіне тән ерекшеліктерін, бүкіл адамзатты ойландыратын мәселелерді көтеріп, сахна өнерінің асқақтауына үлкен үлес қосты.
ұйғыр музыкалық комедия театры бүгінгі күнде құрамында 200-ге жуық маман жұмыс істейтін, үлкен жетістіктерге жеткен өнер ордасына айналды. Ұжымда жоғарғы оқу орындарын бітірген білімді жастар жемісті еңбек етуде. 2016 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында театрға академиялық мәртебе берілді. 90 жыл ішінде гастрольдік сапарымыз көбейіп, көптеген шет елдерге шығып, би және музыкалық мәдениетімізді ұсына білдік. Соңғы жылдар театр үшін өте табысты болды. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай ұйымдастырылған Орта Азия мемлекеттерінің 8-ші халықаралық театрлар фестивалінде мәшһүр Галин фантасмагориясымен қатысып, үздік актерлық ансамбль номинациясы бойынша лауреат атанды. Жазушы драматург Дулат Исабековтың 80 жастық мерейтойына арналған Исабеков әлемі халықаралық театрлар фестиваліне мұрагерлер драмасымен қатысып, екінші рет үздік актерлық ансамбль номинациясы бойынша лауреат атанды. Грузияда өткен халықаралық театр фестиваліне Рухсара би ансамблі Вайнушка қойылымымен қатысып, үздік режиссер және фестиваль ұйымдастырушыларының үздік интерпретация арнайы сыйлығымен марапатталды. Нава фольклорлық ансамблі Қазақстан Республикасының Умай 2023 екінші ұлттық сыйлығының үздік музыкалық ансамбль номинациясы бойынша жеңіске жеткені соның айқын дәлелі. Биыл 2024 жылы Құдыс Қожамияров атындағы республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры 90 жылдық мерейтой аясында Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Түрксой халықаралық ұйымының қолдауымен Түркия елінің астанасы Анкара қаласында Махмуд Қажғари тарихи драмасымен қатар достық сазы концерттік бағдарламасымен гастрольдік сапарда болды. Театрда ұзақ жылдар жемісті еңбек еткен, оннан аса өнерпаз, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері тәрізді жоғарғы атақтармен марапатталды. Тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатқан біз ұйғырлар ана тілімізді сақтап, дамытып, оны насихаттап, ұйғырдың інжу маржаны 12 мұқамын ән биімізді, музыкамызды төрткүл дүниеге танытып отырған, өнеріміздің алтын бесігі болған, қасиетті қара шаңырағымызбен шын мәнінде осылай мақтанамыз. Бәрекелді, рахмет. Олай болса, әрі қарай жалғастырайық. Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдық мерекесіне орай еліміздің премьер-министрі Олжас Бектенов мырза жолдаған құттықтау хатын оқу үшін сахна төріне Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Әлиқұлов Ербол Шымкентбайұлын шақырамыз. Мәрхәмәт, алғышладым болсын. Ербол Шымкентбайұлы, қош келдіңіз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш, қадірменді өнерсүйер қауым. Бүгін мынау оңтүстік астанамыз Шуақты Алматы төрінде керемет осындай той отырып жатыр. Құдыс Қожамияров атындағы академиялық республикалық музыка ұйғыр театры 90 жылдығын атап жатыр. Мереке құтты болсын, ағайын. Шет елдерден, жан жақтан
байқап жатсыздар, мемлекет басшысының атынан құттықтаулар келіп жатыр. Соған қосымша бүгін біздің үкімет басшысы Олжас Абайұлы Бектеновтің де құттықтау сөзін өздеріңізге жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті өнер иелері, сіздерді театрдың 90 жылдық мерейтойымен шын жүрекпен құттықтаймын. Ұйғыр театры келегесі бекіткен уақыттан бері тыңбай еңбек етуде. Ұжымның шеберлік мектебі қалыптасып, қаншама буын алмасып, мәдениеттің дамуы мен насихатталуына, өскелең ұрпақты тәрбиелеу ісіне зор үлес қосып келеді. Театр көрермендері ең үздік отандық және әлемдік классикалық туындылармен таныстыра отырып, өзіндік ұлттық драматургияға қалыптастырды. Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры барша Қазақстан халқы бірлігін нығайта түсетін өнер ордасына айналатынына сенімдімін. Құрметті театр ұжымы, осынау мерейлі мереке қарсаңында сіздерге шығармашылық табыс, сарқылмас шабыт, дендеріңізге саулық тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов. Бәрекелді, рахмет. Сонымен қатар, қадірменді қауым, мәдениет және ақпарат министрі Балаева Аида Ғалымқызының да құттықтауын сіздерге жеткізуге рұқсат етіңіздер. Менің алдында Марат Алмазұлы осы біздің қара шаңырақтың рөлін, майталамандарын бәрін егжей-тегжейлі атап өтті. Қайталамай қояйық. Дегенмен бірақ нәрсе айтқым келеді. Біздің ұйғыр театры тек ұйғыр ұлтын емес, бүкіл Қазақстанның мәдениетін паш ететін үлкен бір қара шаңырақ болғанына шын жүрекпен қуанамызда, құттықтаймыз сіздерді. Мереке құтты болсын. Келген қадамыңызға мың алғыс білдіреміз. Рахмет. Рахмет. Яша, яшнығын, ұр сәннетім. Сәхнеде Рұқсара һәм Yüksel ансамбльлері. Қошеметтеріңізді аямаңыздар.
театр сәнеті бай екен. Демек bu hayat en güzel hayattır. Edebiyat yaşasa millet yaşaydı. Edebiyatını yetildirmegen millet yok olup gidiyordu. Sanatkarlarını yetildirmegen millet kaynak ilhamıdan ayrılıp harablaşıp gidiyorken. İnsanlarını yaşaşkı devet kılgıcı tiyatrımız məngü yaşasın. Meyrimimla mübarek olsun. Біздің әртістерімізге өз ризашылығымызды қошеметпен білдіріп отырайық. Құрметті қонақтар, Мейрам яны бір қытым барчымызға мүбарек болсын. олай болса Абдуманат әрі қарай жалғастырайық. Құрметті қонақтар, Ұйғыр театрының бүгінгі 90 жылдық мерекесімен құттықтап келген Қазақстанның еңбек ері, КСРО халық әртісі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті Асанәлі Әшімовты ортаға шақырамыз. Бүгін театрымыздың шанлық тойыны мүбарәкләп келген есіл мехманларымыз арысыдың Қазақстанның еңбек ері, СССР халық артисі Мұхтар Әуезов намыдығы Қазақ Милли драма театрының бәдейі рәхбәри, Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті Асанәлі Әшімовны тәклif қылымыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қараш. Танымысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Бүгін үлкен театрдың үлкен мерейтойы болып жатыр. Бұл театрмен менің таныстығым, достығым әрден басталған. Ахмет Ака Шамиев менің әкемдей болып, маған тәрбие берген адам. Достастық, бірге жүрдік, кинода бірге түстік. Раушангүл Иляхунова сияқты, Тоқтақонов сияқты көптеген әртістер осы менің достарым. Соның бәрін ескере отырып, Зия Самадидің Майымхан романы бойынша мен Год дракона, Аждаһа жыл деген ұйғыр тарихынан бірінші рет фильм түсірдім. Сонда Құрбанжан, Сейтеков біздің достар барлығы қаумалап маған көмек берді. Қодыс Қожамяров менің ректорым консерваторияның музыкасын ұйымдастырды. Жан-жақты көмек берді. Сол фильм бүкіл одақтық фестивальдарда үлкен приз алды. Жақсы атаққа ие болды. Одан кейін Атаманның ақыры, Шоқан Уәлиханов сияқты фильмдерге осы менің достарымды шақырдым. Осылар бірге жүрді, түсті. Сондықтан өнердегі достық деген ол мәңгі достық, жақсылық достық. Актерлардың арасындағы татулық достық. Осындай жақсылығын көрген азаматтарды әр уақытта мен марапаттаймын, құттықтаймын. Бүгін барлық жұмыстың бәрін жиып тастап, сіздердің мінекей үлкен тойларыңызға келіп тұрмын. Бүкіл әлемде бір-ақ театр, ұйғыр театры. Басқа театр жоқ ұйғырда. Сондықтан біздің бұны ЮНЕСКО өткізу керек. Мен ойлайым, 100 жылдықтарыңыз дайындалыңыздар, ЮНЕСКО өткізуге атсалысайық. Үлкен театрға. Сондықтан, қымбатты достар, бүгін мінекей
халық та рахаттанып келіп отыр. Жаңағы алдағы сөйлеген достар қандай әдемі сөздерді айтып, шын жүрегінен шыққан сөздерді айтып жатыр. Рахмет. Той, думан болса, мереке болса, осындай ақ болсын. Сондықтан бұл театрға мен мәңгілік бақыт тілеймін, мәңгілік шығармашылық тілеймін. Осылай ұстап жүре беріңдер. Мынау театрда, мынау сахнада мен өнер көрсеткем. Жастығымның көбісі осы сахнада өтті. Бұл театрда орыс қазақ бірескен театр болған бір кезде. Солау, Күләш, Құрманбек Жандарбек, Қаныбек Байсейітов сияқты адамдар барлығы Әуезов театры құрылған кезде бірге болған. Содан кейін бар бөлінген Қара шаңырақтан. Сол Қара шаңырақ осы сахнада біраз көптеген жылдар үлкен шығармаларын оса бастаған. Анам Қалибек Қуанышбаев, Шәкен Аймановтар осы жерде ойнаған, осы сахнада. Бұл театр өзі нағыз театр, акустикасы жақсы. Бұдан айырылмаңдар. Мына ремонтты қатырып жасапсыңдар. Рахмет. Жақсылаңдар. Бұл музей, бұл тарих, бұл мәңгілік. Сондықтан жасасын ұйғыр театрға, ұйғыр өнері. Рахмет. Ал біздің халқымыз Асанәлі ағамызбен мақтанады. Біз осы ағамызбен бақыттымыз. Көптен көп рахмет. Келген қадамыңызға мың алғыс білдіреміз. Айтқаныңыз келсін. 100 жылдықта көріскенше аман болайық. Рахмет. Давам қылайлы Құддус Хожамияровның музыкасы. Қазақча сол. Сәхнеде Рұқсара ансамблі. Құддус Хожамияров, ikki birdek çoğun xalqning o'g'li sen. Tarlanğonning, tarlınımning biri sen. Qozig'imning xosiyatlik guli sen. Uyg'urumning mangu o'chmas
oğlu sen. Бәрекелді, дуғыл шапалақ қошемет. Гүлжан ханым, бүгінгі мерекелік шарамызды жалғастырайық. Толығымен сенің ойыңа қосылабын, жалғастырайық. Қадірлі көрермендер, Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрын мерекесімен құттықтап, еліміз астанасынан бір топ қадірлі қонақтар келіп отыр. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың құттықтау хатын оқу үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы парламентінің сенат депутаты Көзиев Сагиржан Пірмахметұлын ортаға шақырамыз. Қош келдіңіз. Байрам мұбарак болсын, мәрхәмәт. Қайырлы кеш, құрметті жерлестер, отандастар, ассалаумағалейкум, hürmetli қериндашлар, әділе, ақыла. Бүгін біз әміміз, біздің ұйғыр театрының 90 жылдық әміміз жығылып отырмыз. Біріншіден сіздердің итіңладың, бүгін біздің мұшында чоң мейірімімізге, біріншіден сіздердің итіңладың қазақ халқыға, біздің президентімізге бір рахметімізді Италия деп сәдін сұраймын. Ішкенже азыр көдіңла, президент өзі бізге хат yolлап атыды. Премьер-министр yolлап атыды. Менің аманатым бар, рұқсат қысаңла, мен өзімнің аманатыны сілерге бүгін тапшырсам. Құрметті театр ұжымы, сіздерді Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекет академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының құрылғыныға 90 жыл толуымен шын жүрекпен құттықтаймын. Осы уақыт аралығында театр, өнер сүйер қауым үшін сүйікті ұжымға айналды. Театр ұжымының ерен еңбегі ерекше еленіп, әрдайым жоғары бағасını алып келеді. Оған республикалық және халықаралық фестивальдер мен сайыстарда олжалаған жүлдеріңізді айқын дәлел. Өнер ордасы драмалық бағытпен бірге фольклорлар, эстрада, би салары бойынша да биіктің көріне белді. Нава, сада, рұқсара ансамбльдерінің белсенді жұмысы соның жарқын көрінісі. Тәуелсіз Қазақстанда ынтымақ пен келісімді нығайту ісінде бол театрның алар орны ерекше. Алдағы уақытта да бірлік пен татулыққа табан тіреген бастамаларыңыз нәтижелі бола берсін. Еліміздің мәдениеті мен руханияты дамыту жолындағы жұмыстарыңызға жеміс, істеріңізге береке және ұғымға шыңғармашылық табыс тілеймін. Қалың көрермендің көңілінен шығатын қайылымдарыңыз көп болсын. Ізгі ниетпен Қазақстан Республикасы парламентінің төрағасы Мәулен Әшімбаев. Әнді ішкенже мұшында хат әнді вақтыңланы амай оқып, біздің бұнымы тапшырып әсәм Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов. Біздің кішкіна қошып қоя, мәне нім деген өрмет әмімізге, мәне президенттің татып, бүгін сенатының төрағасы, парламентінің төрағасы, премьер-министр бізге мұшында яқшы хәтләні yolлап атыды. Я хотел бы сегодня тоже поблагодарить всех, кто сегодня присутствует на нашем большом празднике. Марат Алмаевич сегодня рассказал практически всю историю нашего театра. Я думаю, здесь нужно только поблагодарить Марата Алмаевича, насколько он хорошо знает историю театра. Поэтому я думаю, здесь добавить, наверное, будет нечему. Но я хотел бы немножко добавить. Это вот многие здесь, которые сидят, они знают начало этого театра. Какие были 90-е годы, когда театр действительно был в таком плачевном состоянии. Здесь делали ремонт, покупали вот эти вот сиденья здесь, которые делали этот ремонт. И я думаю, что те люди, которые вкладывали свое сердце, свои финансы этому, я думаю, что их тоже надо в этот день поблагодарить. С ними тоже надо сказать им большое спасибо. Мы знаем историю театра, когда были времена, что наши артисты, великие артисты наши,
государственные деятели ездили по районам, ставили концерты, собирали деньги, и на эти деньги, где не хватало, в этом театре проводили ремонты. Поэтому вот все, многие здесь сидящие это все знают. Я хочу, чтобы мы этого никогда не забывали, чтили этих людей и всегда гордились вот такими, будем говорить, нашими бизнесменами, вот такими нашими соотечественниками, которые сегодня есть. Поэтому я еще раз хочу сегодня поздравить от лица всего Сената, Мажилиса парламента и всего корпуса, депутатского корпуса сегодня вот с таким прекрасным знаменательным днем. Әмімізге яқшылық болсын, бір-бірімізге тыныштық болсын, әміміз бір болайлы. Рахмет. Көптен көп рахмет. Келген қатамыңызға мың алғыс білдіреміз. Рахмет, бүгінгі тойымызға ортақ боп кеп алдыған мехманларымызға шексіз міннәттарлығымызны білдіреміз. Давам қылайлы, мәрхәмәт, сөзі Шөмішбай Сариевның, музыкасы Мурат Хусаиновның, болашаққа хат. Сәхнеде Қазақстанның қызмет көрсеткен әрбаби Игорь Благодарный. Қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, құрметті достар. Той мұбарак болсын. Счастья и процветания вашему театру. Ертегі, сен қандайсың болашақ, қиялдай ғажайып, армандайсың болашақ. Мен саған асықтым, балғын сезім болашақтан асылып, болашақтан асылып. Мен саған ғашықпын, келер ғажап келешектің ғасыры, келешектің ғасыры. Бұлағым, балашағым мөлдірер, жұлдызым шырағым, сені кімдер сөндірер. Мермен нұр шашып, ортаным келер күнім ел жүрер, келер күнім ел жүрер. Бақытпен сырласып, болашақтай болашақта мөлдірер, болашақта мөлдірер. Амандатып аламнан, елмен ұлымыр, амандатып абамнан. Бақытты дәуреnim, сайрап еткен, жайнап өткен балашақ, жайнап өткен балашақ. Күндерді сәулелі, сен қандайсың болашақ. Игорь Благодарныйның құрметіне қошемет. Көп рахмет. Ал біз өз тарапымыздан кешімізді әрі қарай жалғастырайық. Дәл қазір біздің
ортамызға тағы бір қонақтарымызды шақырсақ нұр үстіне нұр деп білеміз. Үлкен құрметпен біздің сахна төрімізге құттықтау сөз үшін сахнаға Алматы облысының әкімі Сұлтанғазиев Марат Елеусізұлы атынан Алматы облыстық мәдениет архивтері және құжаттама басқармасының басшысы Әлиев Данияр Абзалидин ұлын және Алматы қаласының әкімдігі атынан Алматы қалалық мәдениет басқармасы басшысының орынбасары Арман Халбековты ортаға шақырамыз. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, құрметті меймандар. Мереке құтты болсын. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым, қасиетті өнердің өрелі азаматтары, армысыздар. Құрметті Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының ұжымы. Сіздерді 90 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ел тарихынан сыр шертетін салт дәстүрлерін саралап, халқымыздың төл мәдениетін көтеру және оны кейінгі ұрпаққа паш ету жолында театр өнерінің орны бөлек. Комедия жанрының өзін меңгеру, оны халыққа ұтымды жеткізу өзі үлкен өнер. Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болу жолында Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыка драма театрының ұжымының еңбегі орасан зор. Театр ұжымының еңбектері ескеріліп, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында академиялық мәртебесінің берілген театр ұжымы деген құрмет деп білеміз. 90 жылдық тарихында халықаралық достық пен ынтымақтастықты арттыру мақсатында ТМД елдерінен басқа Түркия, Венгрия, Финляндия, Германия секілді 15-тен аса елдерде өткен халықаралық фестивальдерге қатысып, ел абыройын асқақтатып келеді. Театр құрамындағы Нава фольклорлық, Сада жастары эстрадалық, Рухсара би ансамбльдерінің өнерлері де ел көңілінен айрықша орын алып келеді. Өнер ортақ, бір шаңырақ астында бірге өмір сүріп келе жатқан туған елімізге деген махаббатымызды паш ететін театр өнерінің көкжиегі кеңейе берсін. 90 жылдық мерейтойларыңыз құтты болып, ел мәдениетінің дамуы мен достығының арттыру жолында еңбектеріңіз еселене берсін. Сіздерге зор денсаулық, мол шығармашылық табыс, театр ұжымына береке бірлік тілеймін. Құрметпен Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев. Ардақты ағайын, мынау қазақтың маңдайына біткен жазушы Әбіш Кекілбайдың бір сөзі бар: қуана білінге құт қонат дейді, бағалай білінге бақ қонат дейді. Осындай қуаныш сәттерде өздеріңізді көріп, көзайым болып атсыңызға өте қуаныштымыз. Мынау қасиетті қара шаңырақ, киелі шаңырақ 90 жылдық мерейтойда осындай әлі де талай игі шаралардың басқасында боларына кәміл сенеміз. Оның осы өсерде отырған ағаларымыз бағана мемлекет басшысынан бастап барлық игі құттықтаулар деген осы өнерге, осы шаңыраққа, осы елге деген үлкен құрметтеп білерсіздер. Аман болыңыздар. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейді атам қазақ. Оның барлығы бірліктің арқасында, тірліктің арқасында. Бірлігіміз алмастан берік болсын, құтты болсын мерейтой. Рахмет үлкен. Рахмет. Армысыздар, ардақты өнерсүйер қауым, анау басшылықтан келген ағалар, анау зиялы Асанәлі Әшімов ағамыз бастаған ұжым, және де 90 жылдық ұйғыр театрының бүгінгі мерейтойына шын жүректен құтты болсын деген тілек айтқым келеді. Және де 90 жыл, әрине бұл кейбір мемлекеттің тарихында бұл бір 50 жылда құрылмаған мемлекеттер бар. Ал 90 жыл деген бұл үлкен тарих, үлкен жол. Сондықтан да осы сахнада, осы киелі сахнада қаншама азаматтар түрлі мынау мәдениетті өнердің қоржынын толтырып, еліміздің қаншама театрлар сахналанып, қала мәдениетінің, дерлік ел мәдениетінің дамуына ұшан теңіз үлес қосты. Енді мәдениетте шекара болмайды. Мәдениет кейбір қойылымдарды сен тілді түсінбесең де қарап отырып түсінесің. Сондықтан да бүгінгі ұйғыр театрының мерейтойы тағы да құтты болсын деген келеді. Өміршеңдігі, көрермендері көп болсын. Енді кішкене мына жерде қала басшылығы атынан құттықтауды оқып беруге рұқсат етіңіздер.
Құрметті театр ұжымы, сіздерді Құддыс Қожамияров атындағы ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің іргелі өнер ордасының біріне айналған осынау театр бүгінде отандық мәдениетімізді дамытуға зор үлес қосып келеді. Өз тарихында театр ТМД, Азия, Еуропа елдерінде түрлі халықаралық фестивальдер мен гастрольдік сапарларға қатысып, әлемдік аренада отандық өнерді кеңінен насихаттап, Қазақстанның абыройын асқақтатып жүр. Театр сахнасында әр жылдары ұйғыр жазушыларымен қатар қазақтың классик қаламгерлері Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұханов сынды спектакльдері қойылып, көрерменнің ыстық ықыласына ие болды. Ұйғыр театрында соңғы жылдары қойылымдар қазақ және орыс тілдерінде ілеспе аудармамен қойылып жүргені қуантады. Сонымен қатар өнер ордасында кішкентай бүлдіршіндерге арналған қойылымдарға да сұраныс артуда. Соның нәтижесінде үлкендермен бірге жастарымыздың да өнерге деген қызығушылығы артып келеді. Алдағы уақытта да осы жақсы үрдісті берік жалғастыра беретіндеріңізге сенемін. Мәдениет, оның ішінде театр өнері көрерменге әрқашан рухани азық сыйлаумен қатар халықтарды өзара жақындастыратын алтын көпір. Руханияттың орталығы атанған Алматы қаласында ұйғыр музыкалық театры, комедия театрының осындай тамаша жетістіктерге жеткенін алматықтар мақтан тұтады. Сіздерді мерейтойларыңызбен тағы да құттықтай отырып, қызметтеріңізге шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Шабыттарыңыз шалқып, абыройларыңыз арта берсін. Алматы қаласы әкімдігі құрметпен. Құтты болсын. Бәрекелді, рахмет. Рахмет. Гүлжан ханым, сондай-ақ Алматы қаласы әкімдігі театр ұжымына ықылас гүлдерін жіберіпті. Мәрхәмәт театр коллективі қобыл қайсылы. Алматы хакімчиятчіліге біз шексіз міннәттарлығымызны білдіріміз. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Әзіз тамашыбынлан, бүгін ұйғыр театрының 90 жылық тарихыдың сыр чекіп атқан мейремде өз елінің, халқының парлақ келгісі үшін тірішіп күрешкен әзіметлі, халқымыздың қахырман қызларыны әсләп өтмек біздің мұқаддәс пәрзіміздір. Андақта Құддыс Қожамияровның музыкасыға сәхнелештірілген әсірлі садасыға нәзір ташлайлы. Мәрхәмәт. Mən Mahmud Qashqari. Uluq Tanrı'gı sığınıp, Türkiye xalqlarının şəhər səhralarını kezip, Türkiye Tilla divanını yezip çıktım. İnsan qayadı yaşımısın, özünün tilini, özünün milli kimligini saxlap qelishi gerek. Ananın oqsütü bilen dılığa, vücuduğu singen anı til, milletinin körki. Mən Sultan Abdurrəşid xan, ey Muqam, sən zamanlardan beri xalqım arasında yaşab kelyapsan. Dunyoga nurg'unlagan insonlar keldi. Yorug' dunyoda o'z kechirmishlarini tamomlagandan keyin dunyodan o'tib to'proq ostiga singib ketdik. Biroq sen ölmedin Muqam. Sen мәңгі yaşab kelyapsan. Yaşa, yaşna ey Muqam.
Менің атым Махамбет. Жас құстағы жәңгірінің ісінен болдым құса дерт. Қазақтың жері, қазақтың елі, біздің ұрпақтарға берілген асыл байлығымыз. Елім, жұртым деп қазақтың батырлары өз өмірлерімізді қиып, қанды шайқастарда қаза болдық. Тәуелсіздік жолы, азамат жолы. Тәуелсіздік жолы, үміт жолы. Тәуелсіздіктен біз жарқын болашақ күтеміз. Бүгінгі ұрпаққа сенеміз. Мен Абдуқадыр Дамоллам. Милләтімні білім елішқі yüzләндіріш арқылық, уланы наданлықтың құтылдырышыны мәқсәт қылдым. Һәм мұшы yolda женімні пида қылдым. Бүгінгі әвлатлағы дәйдіғінім, милләтнің хар болышыға наданлық, ittifaqsızlıq səbəbdir. Milli tilini yo'qotmaq, milli ruhni yo'qotmaq deməkdir. Mən Abdullah Rozbaqiev. Sovet hakimiyeti orligan kundan tatib partiyaga adil xizmat qildim. Lekin biz ishongan Kommunistlar partiyasi bizga ishonmadi. Bizni o'z qo'li bilan ujiqtirdi. Men Uyg'ur millatining bir putunligini saqlab qolish uchun bor kuchimni soldim. Ko'k ko'ynaklar san'at o'migi uchun dastlabki sahna asarini yozdim. Kasbi Uyg'ur teatrining ichilishi olamshumul xo'shallik voqeadan keyin beshimiz ko'kka yetgan edi. Biz o'lgan bilan orzularimiz o'lmadi. Yigirma olti asrdan buyon qahramonlik mash'ili bo'lib yongan Malika Tumaris Uyg'urning qiran qizi Iparxon soldun gül kabi sen yosh turib Mayimxon sen mubah qisqa yaşadın lekin merdane qeni nazuk ulug' elning qahramon qizi qarlarında yalang'ida qopdi bu izi
Камил Сен-Санс, рәссам вә аққош. Сәхнеде Қазақстан Дөләт Академиялік ұсул театрының артистлері Дияр Акенов, Сымбат Мақсут. Сәхнелештірген Қазақстанның халық артисті Болат Аюханов. Бәрекелді. Біздің әртістерімізді қолдай, қошемет білдірейік. Ұйғыр театрының 90 жылдық той мәрекесіге Аюханов тәшкіл қылған Қазақ Дөләт Академиялық ұсул театры тәбриклеп, ихлас гүлдәсілеріне бізге тәқдім қылып отырды. Театр коллективі мәрхәмәт қобыл қайсылы. Ваши бурные аплодисменты нашим артистам. Үлкен рахмет, құрметті әріптестер, мереке құтты болсын. Вот так вот сегодня необычно поздравления мы принимаем, да, Абдуманат? Әрі қарай жалғастырсақ қалай қарайсың? Я, Гүлжан ханым, мереке менің ойымша ең кереметті сәттер арасында өтіп жатыр. Бәрекелді, мархабат. Құрметті қонақтар, театрымыздың 90 жылдық мерейтойы аясында бір қатар ауқымды іс шаралар өтті. Солардың бірегейі күні кеше ғана театр тарихында тұңғыш рет Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдығына арналған музыкалық қойылымдардың бірінші театр фестивалі өткізілді.
Дұрыс айтасыз, Гүлжан ханым. Сондай-ақ театр Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясымен бірлесе отырып, фестиваль аясында ұйғыр театрының тарихында бірінші рет Қазақстанның ұйғыр театры әлемдік сахна өнерінің даму контекстінде халықаралық ғылыми конференция өткізді. Сонымен қатар фестиваль шеңберінде Қазақстан Республикасы президенттің архиві даярлаған Қазақстан театр өнері тарихы архив құжаттарында театрымыздың 90 жылдығына арналған тарихи құжаттар көрмесі өтті. Театр фестиваліне Алматы қаласындағы 5 үздік театр ұжымы қатысқан болатын. Қатысушы ұжымдарға театрдың 90 жылдық мерекелік мүсіншілері, дипломдары және театр демеушілері атынан қатысушы әр бір ұжымға 300.000 теңге көлемде қаржылай сыйақы берілді. Ендеше фестиваль қатысушыларын марапаттау рәсіміне кезек берейік. Сахнаға ұйғыр театрының басшысы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бахаров Дилмурат Нұрахметұлын шақырамыз. Қошемет. Мәрхәмет, алқышладым болсын. Ендеше марапаттау рәсіміне көшейік. Фестивальға қатысқан театрларды қошеметтеп, көрсетіп, бүгін сахна төрімізге шақырамыз. Құрметті қонақтар, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібек қойылымымен қатысқан болатын. Режиссері Елік Нұрсұлтанды сахна төрімізге шақырамыз. Қошеметпен қолдап отырайық. Елік мырза, қош келдіңіз. Бәрекелді, құттықтаймыз. Республиканский корейский драматический театр участвовал со спектаклем «Легко ли быть королевой». Режиссер Хан Тхэ Сик. На сцену приглашаем директора театра Елену Ким. Нашу очаровательную леди тоже просим поддержать аплодисментами. Добро пожаловать, Елена. Автоманат әрі қарай жалғастырайық. Алатау дәстүрлі өнер театры Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан музыкалық комедиясымен қатысты. Режиссері Жұлдызбек Жұманбай, театр директоры Мақсат Нұралиевті сахна төріне шақырамыз. Қош келдіңіз. Бәрекелді. Қазақстанның еңбек ері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Асанәлі Әшімұлының жетекшіліндегі Жаңа ғасыр жастар театры Елдар Ташкенбайдың режиссурасындағы Соңғы қоңырау спектаклімен қатысқан болатын. Театрдың көркемдік жетекшісі Талғат Көбековті шақырамыз. Талғат мырзаның құрметіне қошемет. Қош келдіңіз. Әнді нөветіне 90 жылық шанлық тойыны нишанлаватқан бүгінгі тәнтәннің сайыпханлары болған Құддус Қожамияров намыдыки Жұмхуриyaтлік Дөлет Академиялік Ұйғыр музыкалық комедия театры Жалал Асымов вә Абдулхай Садировның Анархан спектаклі білән фестивальні башлап берген еді. Спектакліне сәкінләштірген режиссер Мухиджан Изимов. Сахна төріне Ұйғыр театрының көркемдік жетекшісі Фархатбек Қанафинді шақырамыз. Бәрекелді. Марапаттарыңыз құтты болсын. Елік мырза, барша театрлар атынан. Сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін үлкен той, бүгін үлкен мереке. Біз осы 4 күн бойы Алматы шаһарында керемет театр мерекесі өтті. Қаншама Алматы жұртшылығы керемет спектакльдердің куәгері болды. Осындай фестиваль өткізген ұйғыр театр ұжымына үлкен алғыс білдіреміз театрлардың атынан. Және 90 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бұл театрда шын мәнісінде тарих өздеріңіз білесіздер, манадан бері ағаларымыз қаншама тарихында айтты. Асанәлі аға бастап бұл театрмен қоян қолтық әрқашан қазақ театрларымен достықта. Сол достықты манада айтып өтті Маман Байсеркенов, Әзірбайжан Мадиш Мамбетов,
Қадыр Жетпісбаев, сосын жаңа Байтен Омаров ағаларымыз осы театрда жұмыс жасады, көркемдік жетекші болды. Бұл театрда қаншама осы театрдың өсуіне ықпалдастық білдірді. Сол достық әлі күнге дейін жалғасып отыр. Міне бұл театрда менің де 2 спектаклім жүреді. Мен де бұл театрда 2 спектакль қойдым. Сондықтан да әрқашан қазақ, ұйғыр театрларының достықтары жасасын деймін. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Ділмұрат Бахаров бауырымыз бастаған ұйғыр театры жасай берсін. Рахмет сіздерге. Бәрекелді, рахмет. Ділмұрат мырза. Естелікке, иә. Мархабат. Қайырлы кеш, қымбат қауым, құрмет қонақтар, ассаламу алейкум, hürmetlik михмалла, hürmetlik акыла әділі. Добрый вечер всем. Очень волнительно, в то же время очень радостно. Это действительно большой праздник не только для уйгурской общественности, а для всего Казахстана, потому что именно здесь находится единственный в мире уйгурский театр. В первую очередь хочу поблагодарить руководство нашей страны за внимание, за то, что мы здесь, в этой стране, говорим на своем языке, поем песни на своем языке, ставим спектакли, танцуем. Көп-көп рахмет. Сілерге мәшәді отаған біздің пешқадам әртістеріміз кеп отырды. Наши ветераны театра здесь присутствуют вместе с нами. Мы очень рады, что вы сегодня здесь. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья и чтобы как много, побольше вы были вместе с нами, потому что без прошлого нет будущего. Огромное спасибо моим коллегам за участие в этом фестивале. Всех с праздником. Еліміз аман болсын. Рахмет. Бәрекелді, шынымен де қазақта жақсы сөз бар, бөлінгенді бөрі жейді дейді. Біз де бөлінбейміз, баршаларымыз бірлесеміз, көңілімізді көтереміз, кешімізді көтереміз. Енді өзінде көріп тұрсың ғой, бүгінгі күн ертеңгі тарих демекші естелікке, суретке түсіп алдық. Бәрекелді, көптен көп рахмет. Еще раз огромная благодарность нашим коллегам за участие на нашем первом фестивале. Спасибо. Әзіз тамашыбынла, біздің бүгінгі мейіріміз білен нұрғынлыған тәбрікнамылы келіп атыды. Әне шуланың бірі Жумһуриyaтлік Уйғур этномәдениет мәркізінің пәхри, рәйсі, достық, парасат, барыс орденлерінің кавалері Әхметжан Бекірімоғлы Шардиновтың келді. Бұл тәбрікнамылыны біз театр мәмүриетіге тапшырымыз. Яны бір әскертіп өтідіғініміз, Құддус Қожамияров намыдығы Жумһуриyaтлік Дөлет Академиялік Уйғур музыкалық комедия театрының 90 жыллық мейремі арпысыда исіңлады болса, театрымыз тамашыбыларының аваз беріші арқылық әң яқшы актер, әң яқшы нақшы, сазәнді, ұсылчыны еніғлап, ғалып шыққан сәнәткарланы Чолпан мұкапыты білән тәғдірләшіні илан қылған еді. Әйне шу өзаңла аваз беріп талыған сәнәткарларымызны біз 25 июнь күні 90-ші мәусімнің епіліш мәрасымыда тәғдірләйміз. О күні Назугум спектакльні тамаш қылысылы. Мәрхәмәт Чолпан мұкапытының ғалыпларыны көрімен десаңла 25 июнь күні саат 18:30-да Мошу бинада біз сіләні күтіміз. Яны бір қатым бүгінгі майрам мұбарек болсын. Әнді нөвәтні ұйғырның чыны тақса сылығы берелі. Мәрхәмәт.
Рухсара ансамблі. Алқышладым болсын Михмалла. Біздің мың бұрылған бишілерімізге. Білесің бе, Абдуманат, мен жалпы осы бие қыздарға қатты таң қаламын. Көптен көп рахмет, қыздар. Рахмет, ендеше жалғастырайық. Я, дәл қазір біздің ортамызға кешіміздің құрметті қонағы, еліміздің мақтанышы, Қазақстан Республикамыздың халық әртісі Роза Рымбаева. Қарсы алыңыздар. Жарқын жолмен қадам басқан ертеңгі күнге кел бұл әлемнің орының бар айқын төрінде алда жетеріміз алда жүректе күш сенім барда болашақ келешегіне шақырады алға жетеле жол ашық шегін бекері бірге тамаша өмірге жетейік бөлінбей тек бірге вновь слушай мечты удивляйся, надейся и верь. Кто, если не ты, открывает грядущему дверь? И я буду рядом с тобой. Пойдем по дороге одной. Впереди дыхание ветров, свободы свет, новое время. На пути ты встретишь любовь. Поверь, начинается с нас новый мир, только здесь и сейчас. Начинается с нас. Впереди дыхание ветров, свободы свет, новое время. На пути ты встретишь любовь. Поверь, начинается с нас. Новый мир, только здесь и сейчас. Поверь! Қайырлы кеш, құрметті достар, бауырлар. Дильмурат, большое спасибо за приглашение.
на этот юбилей всемирно известного, единственного в мире музыкально-драматического театра уйгурского народа. У меня давняя дружба с этим коллективом, с театром. Я еще помню советское время, когда в составе театра был такой молодежный ансамбль «Яшлык», другие коллективы, но мы с ними почаще выходили на одной сцене. И помню и Табасум, куда меня обязательно приглашали для участия. Я помню ваши, и сейчас я вижу ваших талантливых артистов, танцоры, танцовщицы, которые сейчас только что передо мной выступали. Это действительно великое искусство. И когда я встречаю некоторую молодежь уйгурской национальности, я всегда задаю вопрос: ты ходишь в уйгурский театр? Ты почему не ходишь в свой национальный театр, единственный в мире? Это твой язык, твоя культура, твоя история. Это все, что вот связано с твоей нацией. И после этого моего разговора многие молодые люди идут в ваш театр. Да я не только уйгурам, я своим казахам тоже в лицо говорю: ты был в театре, ты почему не ходишь в театр? Так как я действительно сама театралка, я за высокое искусство, за настоящее творчество. Поэтому кого я не встречаю, я всегда говорю: идите в театр. Как говорила одна актриса, и там умрите. Да? Вот так что да здравствуют наши театры. Да здравствует юбиляры сегодняшнего вечера, уйгурский театр. Я считаю их своими близкими друзьями. И поэтому сегодня я с удовольствием пришла вас поздравить с этим юбилеем. Я знаю, что прекрасное будущее у наших творческих людей. У нас есть все возможности, чтобы творить, жить творчеством. Я думаю, что впереди еще много-много красивых спектаклей, музыки. Впереди еще много настоящего творчества. От всей души прекрасного будущего и процветания. Я верю в наше процветание творческих людей и в нашу дружбу, в наше процветание нашего казахстанского народа. Сенем, ертеңіме сенем, сенем. Өмірінің мәні өлеңім, жайқалған жасыл желегім, мен өлеңіме, өміріме сенемін, сенем. Жайқалған жасыл желегім, ертеңіне табар қорегім, мен ертеңіме, ертегіме сенемін, сенем.
Alkışladım olsun. Роза Рымбаева. Toylarınız kutlu olsun. Uygur medeniyeti, Uygur tiyatro жасай берсін. Роза Рымбаева, сіздердің құрметтеріңізге көптен көп рахмет. Рахмет, мерекелі күндерде жолығайық. Ендеше жалғастырамыз ұйғыр халық сәнәмлердің жола сәнімі. Сәхнеде Нова һәм Рухсара ансамбльлері. Сирек сәбдә ай жан тұлын айдек жан Allah yüzünge bir derdi Vay Vay senin can o tiprağında al yey Ah yürekke bir ot taştı Hadi deydu, bayan deydu Eylemiz emnim Hadi deydu, bayan deydu Eylemiz emnim 80 kamça urgan bilen Yarım üzemnim Ayere yarıma üzemnim İgiz davan vay aşma bunçe Menzil görünmez İgiz davan vay aşma bunçe Menzil görünmez Ara yolga minne günçe Beşmek izilmez Aile deşlara kezilmez Kaşgarın pazarıda bayram ule Vay togarba Kaşgarın pazarıda bayram ule Vay togarba Çögülüp gidelmeydi yaşayanım Vay kumarba Kalmestun yarey ayarey Kabir gül yarey ayarey Ayarey Yaman ayarey Vay vay dade Vay senin cinin Vay benim cinim Vatan yarey Derin can emez bu Amablem bostan Gelin oynayın Ayalem çöker Vay senin için Vay benim cinim Vatan
Айналайын дархан далам, кең далам. Бір өзіңді арқа тұтар мен балаң. Сұлулықтың сырын жидың сен маған. Сен сияқты дархан болам, кең болам. Қазақстан, қойның яшныған бағу вә бостан, намың әзәлдің дыллады дастан. Өтсімі жылла, өтсін әсірлі, яша, яшнығын жан Қазақстан. Сөзі Махмуд Абдрахмановның, музыкасы Алымжан Тоқаевның. Қазақстан, сәхнеде Uyghur театрының драма артистлері, Нава һәм Рухсара ансамбльлері. Құттыз Қожамияров намадығы Жұмғыриятлік Дөлет Академиялік Uyghur музыкалық комедия театрының коллективі. Алқышладың болсын Мехмалла. Театрымызды бүгінгі байрымы білән тәбрикләп Қазақстан Жұмғыриетінің мәдәниет вә әхбарат министрі Аида Балаева өзірінің гүлдәслеріне әвәтіпті. Мәрхәмәт театр коллективі қобыл қағайсылы. Бәрекелді, рахмет. Құрметті қонақтар,
Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының 90 жылдығына арналған салтанатты кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Көңіл қойып тамашалағандарыңыз үшін, келген қадамдарыңыз үшін мың алғыс білдіреміз. Hürmetlik mihmallar, Kudüs Hocamiyarov namıdaki Cumhuriyetlik Dövlet Akademiyalik Uyghur Muzikалық Komediya Teatrımızın 90 yaşlıq şanlıq toyuğu bağışlanğan təntenlik bayramımız tamam oldu. Yenip görüşküçe sağ salamat bolaylı.